Саламатсыздар ма, құрметті тыңдаушылар? Бүгін біз Қазақстан Республикасының азаматтық пәнінің жалпы бөлімінен дәрісімізді бастаймыз. Бүгінгі біздің дәрістің тақырыбы азаматтық құқықтарды жүзеге асыру және оны қорғау. Дәрістің жоспары 3 сұрақтан тұрады. Бірінші сұрақ: азаматтық құқықты жүзеге асыру түсінігі. Екінші сұрақ: субъективті құқыққа зиян келтіруді болдырмау негіздері. Үшінші сұрақ: азаматтық құқықтық өз-өзін қорғау. Жалпы айтқан кезеңде азаматтық құқықтарды жүзеге асыру тәсілдері мен міндеттері заң шеңберінде қолданады. Азаматтар мен заңды тұлғалар өздеріне берілген азаматтық құқықтарды, соның ішінде өздерін қорғау құқын өз қалауынша пайдаланады. Жалпы айтқан кезеңде азаматтар өздеріне берілген құқықтар мен міндеттерді заң шеңберінде қорғап жүзеге асыра алады. Егер де азаматтардың құқықтары мен міндеттері бұзылған жағдайда сот арқылы қорғауға жүгінеді. Құқықты нақты жүзеге асыру әдістері оның түріне байланысты екі түрге бөлінеді. Бірінші түрі өз әрекеттерінің құқығы, екінші талап ету құқығы. Өз әрекеттерінің құқығы дегеніміз жалпы айтқан кезеңде азаматтардың өз-өзін билей алу әрекеттері, өзіне берілген құқықтарды мен нормаларды заң шеңберіне жүзеге асыру. Талап ету құқығы азаматтардың, яғни құқықтары бұзылған жағдайда басқа тараптан құқықтарды бұзған тараптардың міндеттелігін талап ету жатады. Азаматтар мен заңды тұлғаларға тиесілі құқықтарды жүзеге асыру қоғамның ізгілік қағидаларын бұзбауы тиіс. Ал кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруда сонымен қатар іскерлік әдеп ережелері сақталуы тиіс. Азаматтардың өзіне берілген құқықтар мен міндеттерді заң шеңберінде жүзеге асыру, оларды бұзбау, парасаттылық, әділдік, адалдық қағидаларына сүйене отырып, нормаларды жүзеге асырумен сабақтасады. Азаматтар мен заңды тұлғалар өздеріне берілген құқықтар мен құқықтарды жүзеге асырған кезде, яғни бірінші адал, екінші парасатты және әділ әрекет жасауға, үшінші қоғамның адамгершілік қағидаттарын, төртінші іскерлік әдептілік ережелерін сақтауға. Жалпы айтқан кезеңде адамгершілік нормасы қағидаларын басшылыққа ала отырып, азаматтардың, яғни әрбір тұлғаның бойындағы болуға қажетті міндеттемелер. Адамгершілік нормасына байланысты парасаттылық, әділдік, адалдық, яғни адамға тән қасиеттердің бірі ретінде саналады. Азаматтар мен заңды тұлғалардың басқа тұлғаға, яғни бірінші зиян келтіруге, екінші құқықты өзге нысандарға теріс пайдалануға, үшінші құқықты оның мақсатына қайшы келетінде етіп жүзеге асыруға. Азаматтар жалпы айтқан кезеңдерде жеке тұлғалар, заңды тұлғаларға ешқандай жағдайда зиян келтіруге жол берілмейді. Азаматтық айналымға қатысқан кезеңде ашық, ұдайы, әділ, парасатты түрде қатысуға тиіс. Ешкімде өзінің теріс пиғылды мінез құлқымен артықшылық алуға құқысы жоқ. Яғни азаматтық институтының басқа салалардан айырмашылығы, азаматтар жалпы айтқан кезеңде азаматтық қатынасқа түскен кезеңде өзінің арам пиғылын, зұлымдық ниетін, яғни бойында басқа адамға қолдануға жол берілмейтіндігі, яғни артықшылықтар ретінде қарастырылмайтындығы, нақты көрініс табатындығы сипатталады. Құқықты жүзеге асыру барысында зиян келтіру құқығы теріс пайдалану деп аталады. Яғни азаматтардың басқа тарапқа келтірген зияны, яғни теріс пиғыл болып саналады. Яғни келтірген зияның орнын моральдық тұрғыда зиян келтірген жағдай болатын болса, оны материалдық тұрғыда өтеткізу міндеттемелері жүзеге асады. Азаматқа қаншалықты тұрғыда келген зияның орнын нақтылау, анықтау, яғни тараптардың міндеттемелер бұзылған жағдайда оны сотқа жүгіну арқылы анықтау қажеттілігі туындайды. Азамат құқықтарды қорғау дегеніміз заңда көзделген құқықтың қол сұғылмаушылығын қамтамасыз етуге, бұзылған құқықты қалпына келтіруге және құқықты бұзатын әрекеттердің жолын кесуге бағытталған шаралар жүйесін азаматтық құқықтарды қорғау деп түсінеміз. Яғни азаматтардың иелігіндегі, яғни жалпы айтқан кездің мүліктік және мүліктік емес өзіндік құқықтарға қол сұғуға жол берілмейтіндігі, азаматтық қатынасқа өз атынан шығуға құқықтары бар екендігі, азаматтардың теңдігі жалпы айтқан кезеңде заң нормалары бойынша сипатталады. Сонымен қосымша азаматтардың
егер тараптардың құқықтарын бұзған жағдай болатын болса, оны қорғау міндеттілігі бойынша жүзеге асады. Қазақстан Республикасының тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңнамасында, яғни тұтынушының құқықтары мен заңды мүдделерінің бұзылуы салдарынан оған келтірген моральдық зиянды өтеу арқылы азаматтық құқықтарды қорғауды, тұтынушылардың дауларды сотқа дейінгі реттеу субъектілері жүзеге асыра алады. Яғни бұл жерлерді айтатын болса, Қазақстан Республикасының тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңнама бойынша сол жерлерде яғни тұтынушы мен тараптары сатушы мен сатып алушының құқықтары мен міндеттері бұзылған жағдайда, яғни сатып алушының құқықтары мен міндеттері бұзылған жағдайда келтірген моральдық зиянның орнын материалдық тұрғыда өндіртіп алуға құқықтары мен міндеттері бар. Яғни осы кезеңдерде азамат, яғни сатып алушы немесе сатушы да болуы мүмкін, тұтынушылардың құқықтарын қорғайтын арнайы комитетке жүгіну арқылы бұзылған құқықтары мен міндеттерін қайта қалпына келтіруге құқықтары бар. Сот арқылы қорғалу құқығы азамат құқықтардың аса маңызды кепілдіктерінің бірі болып табылады. Яғни азаматтардың құқықтары мен міндеттері бұзылған жағдайда сотқа жүгіну арқылы өзіне келтірген моральдық зиянның орнын материалдық тұрғыда өндіртіп беруді талап етуге құқықтары бар. Яғни азаматқа қаншалықты тұрғыда зиян келгендігі туралы сот арқылы нақтыланады. Қазақстан Республикасының Конституциясының 13 бабы бойынша, яғни бірінші, әркімнің құқық субъектісі ретінде танылуына, құқығы бар және өзінің құқықтары мен бостандықтарын қажетті қорғанысты қоса алғанда заңға қайшы келмейтін барлық тәсілдермен қорғалуға қақылы. Екінші түрі, әркімнің өз құқықтары мен бостандықтарын сот арқылы қорғалуға құқы бар. Үшінші, әркімнің білікті заң көмегін алуға құқы бар. Заңда көзделген реттерде заң көмегі тегін көрсетіледі. Яғни азаматтардың құқықтары мен міндеттері бұзылған жағдайда сотқа жүгіну арқылы оның қорғалуына Қазақстан Республикасының Конституциясы кепілдік берілгені нақтыланады. Өзін өзі қорғау. Заң құжаттарында арнайы көзделген реттерде азамат құқықтарды қорғау құқығы бұзылған адамның тікелей іс жүзіндегі немесе заңдық әрекеттермен жүзеге асырылуы тиіс. Кез келген Қазақстан Республикасының азаматы, шетел азаматы немесе азаматтық жоқ азаматтар өздерінің құқықтары мен міндеттері бұзылған жағдайда, яғни өз-өзін қорғау үшін сотқа жүгінуге құқықтары бар. Яғни бұзылған құқықтар мен міндеттерін қайта қалпына келтіріп, яғни өзіне келген залалдың немесе зиянның орнын толтыртуға құқықтары мен міндеттері қарастырылады. Қажетті қорғану және мәжбүрлік жағдайлардағы әрекеттер. Өзін өзі қорғаудың аталған әдістерін пайдалануда олардың шегінен асып кетуге жол берілмейді және оларды құқық бұзылған сәтте ғана қолдануға болады. Жалпы айтқан кезеңде азаматтық құқықта ерекше институт ретінде азаматқа келтірілетін, яғни міндеттемелердің бірі қажетті қорғану және мәжбүрлік жағдайлар туындаған жағдайда азаматтардың өз-өзін қорғауға міндеттілігі үздіксіз көрініс табады. Азаматтар кез келген жағдайда сотқа, яғни жүгінуге құқықтары бар. Сол арқылы, яғни өзін қажетті қорғануға заң нормалары кепілдік берген институт бойынша жүгіне алады. Бұзылу қаупі төніп тұрған немесе құқықты бұзатын әрекеттер тоқтатылғаннан кейінгі субъективті құқықты өз-өзін қорғау құралдарымен қорғауға заңда көзделген жағдайда жол беріледі. Заң шеңберінде азаматтар өздерін нақты түрде өз-өзін қорғау үшін субъективті құқық ретінде, яғни жүгіне алады. Заң азаматтардың құқықтары мен міндеттерін қорғауға кепілдік берген сол нормалар бойынша қорғалады. Өзін қорғау негіздері бойынша, яғни бұл үш түрге бөлінеді. Яғни бірінші, мүлікті алып қалу, екінші, шартты орындаудан бір жақты бас тарту, үшінші, жедел ықпал етудің өзге де тәсілдері. Жалпы айтқан кезеңдерде азаматтардың бұзылған құқықтары мен міндеттерін қайта қалпына келтіру барысында азаматтар өзіне тиесілі мүлікті басқа тараптың пайдалану кезеңдерінде осы мүлікті қайтадан заң нормалары негізінде өзіне қайтарып алуға құқықтары мен міндеттер барлығы көрініс табады. Немесе шартты орындаудан бір жақты бас тарту. Тараптардың жалпы айтқан кезеңде
жалға беруші мен жалға алушыны мысалға келтірсек болады. Яғни кейбір жағдайларда бір жақты бас тартатын мән жайлар көрініс тапқан кезеңде бір жақты түрде бас тартуға болады. Алайда, яғни бұл екі жақты шарт. Кәсіпкерлер мен тұтынушылардың құқықтарын қорғау. Мемлекет кәсіпкерлік қызмет еркіндігіне кепілдік береді және оны қорғау мен қолдауды қамтамасыз етеді. Яғни Қазақстан Республикасының азаматтық кодексінің нормаларына сәйкес кәсіпкерлерді және тұтынушылардың құқықтары мен міндеттерін қорғау заң шеңбері негізінде жүзеге асатындығы көрініс табады. Яғни кәсіпкерлер кедергісіз өз кәсіпкерлігін жүзеге асыруға құқықтар мен міндеттері бар екендігі нақтыланады. Тұтынушылардың құқықтарын қорғау қамтамасыз етіледі, яғни төрт түрге бөледі. Бірінші түрі тауарлар сатып алу, жұмыс пен қызметті пайдалану үшін еркін шарт жасауға. Екінші, тауарлардың, жұмыстардың, қызметтің тиісінше сапалы және қауіпсіз болуына. Үшінші түрі тауарлар, жұмыс, қызмет жөнінде толық және анық мәлімет алуға. Төртінші, тұтынушылардың қоғамдық ұйымдарында бірігуге құқығы бар. Жалпы айтқан кездегі тұтынушылардың құқықтарын қорғау заңнамаларына сәйкес, яғни бұл жерлерде тұтынушы тауарды сатып алған кезінде сапалы тауар алғанды алу қажет. Сатушы, яғни сапалы тауарды сатуға, сапалы тауарды сатқан екен сапалы тауарға ақы талап етуге міндеттенеді. Яғни сатып алушы сатып алынған тауарға ақысын төлеуге міндеттенеді. Алайда осы кезеңдерде сатушы өзінің негізгі міндеті ретінде сатып алушыға сатып алған тауарды тексеріп, нақтылап, буып, түйіп, ыдысқа салып, жинақтылығымен беруге міндеттенеді. Ал егерде заттың нысанда ақауы болған жағдай болатын болса, сатып алушы тауардан бас тартуға құқысы бар. Кәсіпкерлік еркіндігін пайдаланып қиянат жасауға жол берілмейді. Заңды бәсекелестікті шектеуге немесе жоюға, негізсіз артықшылықтар алуға, тұтынушылардың құқықтары мен заңды мүдделеріне қысым жасауға бағытталған монополистік және қандай болса да басқа қызметке жол берілмейді. Жалпы айтқан кезеңдерде, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру кезеңдерде, ол жерлерде де тәуелсіздік, еркіндік берілген. Кәсіпкерлер өз құқықтары мен міндеттерін, яғни кәсіпкерлік мақсаттарын кедергісіз жүзеге асыруға, бәсекелестікке төтеп бере алуға жалпы міндеттемелері көрініс табады. Сонымен қатар, бәсекелестікке түскен кезеңдерде фирмалық атаулары, тауарлық белгілері, дараландыру өзге де құралдары бәсекеге төтеп бере алатындай жағдай болуы нақты көрініс табуы тиіс. Құрметті тыңдаушылар, бүгінгі біздің дәрісіміз осымен тамам. Келесі дәрісте кездескенше назарларыңызға рахмет.